Сделай меня хорошим мужем для Зиры. Так же, как ты сделал Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. Хорошим мужем для Хадиджи. Ассаламу алейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бұл шолуды міндетті түрде көру керексіздер. 172 күн деп аталатын керемет мұсылмандық мелодрама 2024 жылы шықты. Соңында тіпті жылатады. Ендеше басынан аяғына дейін бір деммен көріңіздер. Кеттік. Кино басында жамағат намазға жиналып жатады. Бұл жерде Амир деген басты кейіпкер имам еді. Ал енді басқа жақта Зира деген қызды көрсетеді. Өзінің құрбысымен дискотекада жүр. Алайда Зираның көңілі толмайды. Өзін ыңғайсыз сезінеді. Әкесі қайтыс болған екен. Әкесін еске алып, кейін шыналып, өзіне қол жұмсап, қиянат жасайды. Бірден оны емханаға алып кетеді. Келесі күні Зираның әпкесі емханаға келеді. Не болғанын бәрін біледі. Ол сіңлісіне ұрсады. Соншама неге әлсізсіздер қазіргі жастар? Сәл сынақ келсе өздеріңе қол жұмсайсыңдар. Сендерде ғана қиындық бола ма дейді. Зира болса әпкесінен кешірім сұрайды. Будь сильный. Проходи их. Такая избалованная. Келесі күні әпкесі екеуі Зираны алып кетеді. Жолда әпкесі анасының келгенін айтады. Содан Зира білегін жасырып үйіне келеді. Сонда анасы атып шығып, сені уайымдадым. Әлгі адамдар сені алып кетті дегенде жаным шығып кете жаздады дейді. Сөйтсе әпкесі анасына уайымдамасын деп басқаша хабар жеткізген. Анасы да намаз оқып орамал тағады. Артынан Зира бөлмесіне барып суреттерді қарап отырады. Ол әкесін еске алады. Әкесі әрдайым жақсылыққа үйретіпті. Поступки дочери послужат билетом на небеса для ее родителей. Ас бөлмеде анасы әпкесімен жездесі ас ішіп отырады. Бір кезде Зира орамал тағып шығады. Оған анасы қатты қуанып, қызын құшақтайды. Не деген әдемісің дейді. Анасы күйеу баласын алып тамақ әзірлейді. Сонда әпкесі, сенің мынауың өтірік емес пе? Байқа, ойнайтын нәрсе емес дейді. Зира болса, мен шын ниетімен тақтым. Мені үйінде сүйреші жақсылыққа дейді. Әпкесі деген жарайды. Алдыменен сен жаман ортадан кету керексің дейді. Одан кейін уағызға қатысып, Құран оқу керексің дейді. Сөйтіп Зира әпкесімен мешітке барады. Ол жерде Зира өзінің құрбысын кезіктіреді. Ол да тура жолға түспекші екен. Бірақ бұл мешіттегі имам сәл қаталдау болады. Ол бүкіл уағызын агрессивті түрде айтады. А волосы – это часть аврата. Так что спрячьте волосы. Вы не хотите пахнуть раем? Зира ұнатпайды. Тіпті әпкесі де мынау имам бір түрлі екен дейді. Сөйтіп ол әпкесі үйінде тағы да әлеуметтік желіні ақтарып отырып Амирді тауып алады. Міне осы кісіге барайық дейді. Сөйтіп келесі күні бәрі Амирдің уағызына барады. Оның айтқан уағыздары сондай керемет болады. Зира деген тыңдап қарап қалады. Артынан бәрі біткесін бұл имам да Зираға назарын аударады. Содан мешітте Амирдің бір шәкірті бар еді. Сол Зираны жақсы таниды. Ол Зираны шақырып алып, Амир имаммен таныстырады. Амир болса Зираға қарап, мен сені білемін, мен саған Инстаграмға тіркелгенмін, ал сен тіркелмедің дейді. Осылай енді Амир мен Зира бір-бірімен Инстаграм арқылы араласа бастайды. Зира әрдайым Амирдің уағызын тыңдауға барады. Тіпті үйінде анасына көмектесіп, тамақ пісіре бастайды. Анасы болса таңғалады. Кейін анасы бәрі үйінен шығып кетеді. Бір кезде үйіне қоңырау шалынады. Есік ашса, Неке деген дискотекадағы құрбысы екен. Сен менің қоңырауыма жауап бермейсің. Өзінше тура жолға түстің бе деп ұрсады. Зира шыдай алмай есікті жауып тастайды. Лицемерка. Строит из себя паиньку. Келесі күні орамал таққан құрбысымен Зира мешіттен келе жатады. Алдынан Амир имам шәкіртімен шығады. Сол кезде имам Зирадан анасының телефон нөмірін сұрайды. Хабарласу керек еді дейді. Зира ештеңе түсінбейді. Анасының нөмірін береді. Түнге қарай анасы, әпкесі, жездесі бәрі жиналып Зираны шақырады. Зира болса не болды деп түсінбей тұр. Сонда анасы Амирдің қоңырау шалғанын айтады. Ол имам өте жақсы бола, тәрбиесі мінезі жақсы. Сенің қолыңды сұрады дейді. Әпкесі болса әлі де жас сияқтысың. Бір жағынан сенің де өзіңнің имамы болу керек. Мен соған қуанамын дейді. Бәрі қолдау білдіреді.
Алайда шешімді өзің қабылдау керексің дейді. Сөйтіп Зира да келіседі. Біраз күндерден кейін бұл үйге Амирдің ағасы, анасы мен Амирді ертіп алып келеді. Біздің әкеміз қайтыс болған соң мен үлкен ретінде келіп тұрмын дейді. Амирдің анасы болса Зираның қолынан ұстайды. Бір кезде ол білегінің кесілгенін көреді. Бірақ Зираны сөкпей оны қолдайды. Қызым боласың ба дейді. Кейін Амир Зирамен жекеше сөйлеседі. Ол болса өзінің ниетінің шын екенін айтады. Зира болса сен мен туралы ештеңе білмейсің ғой деп қалады. Бірақ Амир оған мән бермейді екен. Кейін бұлардың некелері қиылады, тойлары жасалады. Екі жақтың жақындары да мәз болады. Неке кітапшаларын алады. Түнге қарай Амир Зираның бөлмесіне кіреді. Біздің өзіміздің үйіміз бар. Жүр, барайық дейді. Зира болса кейін барсам бола ма? Аяғым ауырып тұр дейді. Сонда Амир оны арқасына салып, үйіне дейін жеткізеді. Солай өздерінің үйлеріне жетеді. Алғашқы түнінде Зира дұрыс демала алмай қиналады. Амир болса дұға оқы деп айтқызады. Я ищу прощения у Аллаха, самого великого. Дыши. Я ищу прощения у Аллаха, самого великого. Сөйтіп Зира дұға оқып тынышталады. Одан кейін кешірім сұрайды. Оған Амир ештеңе етпейді. Басқа да күндер бар ғой дейді. Түнде Амир тахаджуд намазын оқымақшы болып Зираны оятады. Бірақ Зира қатты шаршағанын айтады. Амир өзі жалғыз намаз оқиды. Сделай меня хорошим мужем для Зиры. Так же, как ты сделал Мухаммада. Келесі күні олар мешітке бірге барады. Амир уағыз айтып жатқанда Зира қарап сүйсініп отырады. Кейін Амир өзінің шағын бизнесін әйеліне көрсетеді. Өзі бал сатумен айналысады екен. Арада олар отбасылық өмірге үйрене бастайды. Кейін сауда үйінде жүргенде тағы да Зираның құрбысы Ники кездеседі. Сен менің қоңырауыма мүлдем жауап бермейсің ғой дейді. Ол Амирге қарап, имам, сіз бұл қыздың бұрынғы кезін сұрасаңыз деп қалады. Кейін жолда көлікте кетіп бара жатқанда Зира айта бастайды. Кезінде мен исламды жек көрдім. Бәріміз медреседе оқыдық. Некеде болды. Бір қыз ұрлық жасаған еді. Мен оны дұрыс емес деп едім, артынан маған жала жабылды дейді. Осы сәтте мен мұсылмандық осы ма дегендей қатты күйзеліске түстім. Мен бәрін тастадым. Қасымда қолдау көрсеткен осы Ники еді дейді. Бұрынғы сәтін еске алып, Зира тағы да уайымдап, дұрыс демалмай қалады. Амир болса дұғаны оқытқызады. Кейін олар үйлеріне келеді. Сол кезде Амир Зираны көтеріп алып, төсегіне жатқызады. Амир болса кетпекші еді. Оны Зира тоқтатады. Қысқасы сол. Келесі күні Зира әпкесі құрбысымен жаттығуда жүреді. Бірақ енді Амир де керемет спорт адам екен. Зир, твой муж священник или атлет? Он хорош. Артынан Зира Амирге өзінің екіқабат екенін көрсетеді. Амир қатты қуанады. Олар көрінуге барады. Сонда дәрігер Зираға көп уайымдамасын деп кеңес айтады. Олар шыққанда Амир Зираға әзірше ешкімге айтпай қойықшы, кейін айтамыз дейді. Олар өздерінше отбасы болып тойлайды. Келесі күні Амир жұмысында жүргенде оған Зира қоңырау шалады. Ішім бір түрлі ауырып тұр, келе аласың ба дейді. Амир жетіп келеді, бірден емханаға барады. Қуаныштары өкінішке орай көпке созылмады. Зира баласын жоғалтып алыпты. Қатты қайғырады. Ол жалғыз төсекте жатады. Қасына Амир келіп қолдау білдіреді. Аллах жақсырақ біледі. Мүмкін бізге уақыт беріп жатқан шығар. Біз есейіп, жақсы ата-ана болу үшін шығар дейді. Уақыттар өтіп жатады, бірақ Зира екіқабат болу үшін қатты үміттенеді. Нәтиже болмағасын қатты жылайды. Амир әрдайым қасында қолдаушы болады. Кейін Зира әйелдің жиналысына қатысып, бір әйелдің уағызын тыңдайды. Сабырлық туралы уағыз айтады. Ол кісінің уағызы жақсы әсер етеді. Кейін түнге қарай Амир Зираны ертіп алып, Жәннат бақшасы деген мешітке келеді. Ол жерде мейрам болады екен. Уағыздар айтылады. Бұл орта Зираға қатты ұнайды. Осы кештен шыққан Зира жақсы көңіл күйде болады. Бұл жер маған ұнады, әрдайым келіп тұрайықшы дейді. Амир болса жақсы дейді. Түнге қарай Зира Амирді тахаджудке оятады. Екеуі бірдей намаз оқиды, дұға етеді. Помоги мне стать хорошей женой для моего Амира. Так же, как Хадиджа была верной и примерной супругой для Мухаммеда. Сөйтіп отбасыларында бәрі қайтадан жақсы бола бастайды. Зира өзіне келіп, сабырлық танытады. Содан бір күні оларды әлгі әйел уағызшы подкастқа шақырады. Екеуі сол подкастқа барады. Әлгі әйел болса Зираға қарап, сіз 4 әйелділікке қалай қарайсыз дейді. Зира болса, енді бұл рұқсат еткен нәрсе ғой. Мен қарсы шыға алмаймын. Алайда менің күйеуім ондайды жасамайтын шығар дейді. Олар кеткенде Амир көп әйел алмайтынын айтады. Сені
ренжіткім келмейді дейді. Түнге қарай Амир әйеліне қарап мейірленіп жатады. Артынан олар кино көруге барады. Содан шығып бара жатса, бүкіл адамдар бір жаққа жүгіріп бара жатыр. Сөйтсе Ники секірейін деп тұр екен. Қасына Зира келіп оны тыныштандырады. Ники болса екі қабат болып қалыпты. Ал жігіті мойнына алғысы келмейді екен. Зира болса оған уағыз айтып кетеді. Көп адамдар деген баланы аңсауда, соның қатарында мен де бармын. Ал сен болсаң Нығыметті өлтірмекшісің бе дейді. Ақыры Ники көніп ол түседі. Зира оны құшақтайды. Кейін артынан Амир Зираға жаңа үйін көрсетеді. Осы үйді сала бастаймыз дейді. Зира қатты қуанады. Бір түні Амир қатты жөтеле бастайды. Зира шошып кетеді. Сөйтіп осыдан бастап Амир емханаға жатады. Зира болса күнде қасына келіп қолдау көрсетеді. Екеуі бірігіп намаз оқиды. Зира әрдайым Амир үшін дұғасын жасайды. Бір уақыттарда Амирдің жағдайы жақсарғандай болады. Ол әйелімен қыдырады, тіпті сол Зираның анасының үйіне қонаққа барады. Олар бәрі бірігіп кейін судың жағасында пикник жасайды. Сөйтіп бәрі жақсы болды ма деп ойлайды. У тебя все штаны мокрые. Иди сюда. Амир болса Зирамен ойнап жүріп, бір кезде тағы да ауру асқынып кетеді. Әйелі оны емханаға апарады. Амир тағы да емделіп жатыр. Зира болса күнделікті келіп көмектесіп жүреді. Дәретін алуға көмектеседі. Амир болса әйеліне қарап, сен әрдайым осында боласың. Сәл үйге барып демалшы дейді. Әйелін әзер көндіреді. Зира болса үйіне барады. Бірақ Амирді қатты сағынады. Келесі күні Зира өзінің жаңа салынып жатқан үйінде барады. Құрылысшылармен келісіп, сөйлесіп жатқанда оған қоңырау шалынады. Зира асығып барады. Сөйтсе Амир Зираға сүйікті жемісін дайындап қойыпты. Бірақ дуриянды Амир өзі ұнатпаушы еді. Зира болса жеп көрші, иісі жаман болғанымен дәмі жақсы дейді. Сөйтіп Амирді көндіреді. Арада Амир өзін жақсы сезініп алдағы жоспарларын айтып жатады. Зира тыңдап қасында жатыр. Содан емханаға барады, тағы да бірігіп намаз оқиды. Бір кезде Амирдің жағдайы күрт нашарлап кетеді. Тіпті жақындары бәрі жетіп келеді. Бәрі күтіп отырғанда дәрігер шығады. Бір ғана адам кіре алады дейді. Уақыттарың бар деп қалады. Сонда Зира кіреді. Сөйтсе Амир жан тапсырайын деп жатқан күйде екен. Әзер демалып жатыр. Зира болса оған дұғаларын оқытады. Ең соңында калима шахадатты қайталатады. Амир болса калима шахадат айтып көз жұмады. Нет другого Бога, кроме Аллаха. Нет другого Бога, кроме Аллаха. Зира болса қолынан сүйіп сыртқа шығады да жеке бір бөлмеге барып қатты жылайды. Басқалары да жылауда. Содан кейін Амирдің денесін сыртқа шығарады. Артынан жаназасы болады. Біраз күндер Зира қайғырып жылайды. Себебі жақсы күйеу болды ғой. Некеде орамал тағып алыпты. Өзі жалғыз қалғанда Амирмен болған керемет кездерді еске алады. Сөйтіп 172 күн деп параққа жазады. Осы 172 күн бойы бақыттың әлемінде жүрген еді. Осылайша кино аяқталады.